Құранда көпшілік жерде арылаңдар, жүріңдер, көріңдер деген секілді дүниені өте көп айтады. Өйткені ауылда адам көбінесе мал шаруашылығымен айналысқасын тек қана мал жан аман ба деп қана айтады. Барлық әңгіменің айналасы сол шаруашылықтың айналасында ғана қалып қояды. Исламда да рихла деген нәрсе бар, ілім алу үшін сапарлату. Себебі сапардың өзін машаққат деп айтады, қиыншылықтарға толы. Қарапайым қаржылық бай тұрсын, кіші қаржылық умра сапарына да адамдар кейбіреулер қарыз алып, қарыздан кредит алып жатады. Сапарда намаздарды қосып оқуға болады деген. Алдымен қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен тағы да ерекше подкаст айдарында жолыққанымызға қуаныштымыз. Бүгін эфирде мен жүргізуші Тасболат Әлібек Болатұлы және де жанымда қонағымыз Бөрлі Аудандық мешітінің наиб имамы Нұрдәулет Аралбайұлы. Яғни бүгінгі тақырыбымыз да өзекті тақырыптардың бірі, себебі көптеген үкімдер, көптеген іс-әрекеттерді біз кейде түсінбей қалып жатамыз. Соған байланысты бұл сұрақтардың, ойда жүрген өзекті мәселелердің сұрақтарын шешу үшін эфирге қонағымызды арнайы шақыртып жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз сапарға байланысты үкімдер жайлы. Яғни барлығымыз көптеген жерлерде сапарға шығамыз, ол жерде түсініксіз іс-әрекеттер де жүріп жатады, маңызын білмейміз, мәнін де бағаламай жататын кездеріміз болады. Сол үшін де бүгінгі подкастымыз негізгі жаңағыдай түйткілді мәселелерді шешуге арналған десек те қателеспеген болармыз. Қош келдіңіз, Нұрке. Қош көрдік. Енді Нұрке, біз білеміз, Құранда көпшілік жерде арылаңдар, жүріңдер, көріңдер деген секілді дүниені өте көп айтады. Тіптен айтатын болсақ, көптеген аяттарда сиру сөзімен де алып келеді. Бұл жерде арылауға мән берудің мақсаты не деп ойлаймыз? Жалпы сұрақтың басында тағы да қосымша сұрақтар туындайды. Жалпы Құранда көптеген жерінде Алла Тағала жүріңдер кезінде жер бетін аралаңдар деген сынды мағынада аяттар келеді. Бұл аяттардың жалпы негізгі мәні жалпы артында келген, енді тағы да аяттың соңында мысалы келеді ғой. Азапқа ұшыраған қауымдардың соларға түскен аяттарда да олардың соңы ақыры не болғанын көріңдер деген сияқты айтады. Оларға барып, көріп, шынымен адам бұл жерде бәрі көзбен көру, естігендей болмайды. Шынымен адам көзбен көріп, содан көретін болса, адам естіген қарағанда қатты ғибрат алады. Үлкен әсер алады. Екіншіден, жалпы басқа да аяттарда келеді. Мүлк сүресінде де мысалы фәмшу фи манакибиха деген секілді аяттарда. Ол жерде тек қана бұл аяттарды көру деген енді азапқа ұшыраған қауымдарды ғана айта алмаймыз. Жалпы бұлайда келген аяттар бар. Ол жердегі мағынасы, былай айтқанда кругозор бар ғой, адамның өсуі, былай айтқанда адамның кеңістігі, дүниетанымы былай айтқанда өседі. Көру арқылы, мысалы, шынайы табысқа жетіп жатқан адамдардың да өміріне қарайтын болсақ, көбісі мысалға саяхаттауды ұнатады, саяхаттайды. Қазір көпшілік шығып кетті ғой, арылаңдар, басқа арылаңдар, бай боласыңдар, арылаңдар, әртүрлі нәрседен құтыласыңдар дегендей мәселе. Шынымен адам мысалға ауылда туып, ауылда өсетін болса, ауыл деген жақсы ғой, қанша дегенмен ауылға тіл тигізгім келіп тұрған жоқ. Бір мәселе мынада, бір жерден шықпай, сен мысалы мүлдем, енді ауылда тұр жақсы, ауыл деген жақсы, көшіп кету деген нәрсе айтайын деп тұрған жоқпын. Ауылда тұрыңыз, бірақ мүлдем қалаға бармайын, мысалы басқа мәдениеттер зерттемей тек ауылдан шықпайтын болсаңыз, сіздің әңгімен сол ауылдың шекарасынан шықпайды да, айтқанда. Саясат айтады. Сөзбен саясат. Өйткені ауылда адам көбінесе мал шаруашылығымен айналысқасын тек қана мал жан аман ба деп қана айтады. Барлық әңгіменің айналасы сол шаруашылықтың айналасында ғана қалып қояды. Ал сіз қалаға шықсаңыз, сіз басқаша ойлай бастайсыз. Сондықтан да мысалға студент болып елге келгеннен кейін ата-анасымен, туысқандарымен кейбір ойының сәйкес келмей қалды осыдан деп ойлаймын. Өйткені ата-анасы ол мысалы қалаға барып бизнес бастайтын болса, бала бір кәсіппен немесе бір оқуға түсетін болса, ол жаңа нәрсе ата-анасы оны мүлдем көрмеген, түсінігі де ондай емес. Мысалы ата-аналарымызды түсінігіне қарайтын болсақ, оқуға түстің, диплом алдың, ол сенің наның деген түсінікпен ғана шектелген. Ал бір заманға қарасақ, тек көп деген дипломдар мысалы жарамай қалып жатады.
өз құнын жоғалтып. Не болмаса оның мәнін білмейді. Мәнін білмейді. Осы орайда бұл сапарлату, жалпы сапарға шығу, өз елінен басқа жерге бару үлкен адамдарға, былай айтқанда рухани тұрғыдан болсын, материалдық тұрғыдан болсын, көптеген жетістік береді деп есептеймін. Өйткені бұл нәрсе, мысалы, исламда да рихла деген нәрсе бар, ілім алу үшін мысалы сапарлату. Мысалы, имам Бұхарилердің, имам Муслимдердің, тіпті оларды айтпағанда өзіміздің даламыздан шыққан, мысалы, Хибатул ат-Тарази ат-Түркістани деген сияқты, немесе мысалы Әл-Фараби бабамыздың өзі, мысалы, Бағдадқа дейін, мысалы, Шам өлкесіне, араб мемлекеттеріне сапарлағаны тарихтан белгілі. Сол себептен олар өз елінің жалпы жетістіктерімен, ғылыми жетістіктерімен шектелмей, басқа мәдениеттерді үйренген, сол жаққа барып. Басқа мысалы грек философиясы болсын, араб мәдениеті болсын, барлық жалпы елдер мәдениетімен, ғылыми жетістіктерімен танысқан. Солай өзінің айтқанда ғалымдық тұлғасын құрған деп есептеймін, қалыптастырған. Енді біздер айтамыз ғой, сапардың адамға беретін көптеген пайдасы жайлы былай айтқан кезде таусалмай жатыр әңгімесін. Тіптен айтқан кезде адамдар бір-біріне мүмкіндіктерін болғанша шығыңдар деп. Алайда сапардың да пассив жерлерін біз білеміз. Кейбір уақыттарда жаңағыдай құр босқа барып келгендей бір. Алайда енді әр нәрсе құр босқа емес, оның да өзінің бір пайдасы бар, белгілі дәрежеде, бірақ пайдалырақ қылып өткізу одан артықшылығы жоғары болады. Енді осы біз енді діни салада жүргеннен кейін көбіне пайдасын көп айтамыз ғой, жаңағыдай сапарға шыққан кезде мына жерде мына нәрсені алдыңдар, не болмаса жаңағы ғалымдарға зиярат етіңдер, не болмаса жаңағыдай барып қосымша сабақ алыңдар деген дүниелерді, жаңағы тек қана бір ғалымның алдына отыру ғана емес, жалпы айтқан кезде өмірлік сабақты да болсын ішіне кіргізіп айтып жатамыз. Алайда кейбір сапарларда жаңағыдай бір қатерлер болып жатады. Ол енді олсыз болмайтын дүниелер. Себебі сапардың өзін мәшаққат деп айтады, қиыншылықтарға толы, сондай дүниелерге алып келіп жатады. Енді бір сұрақтың мәселесі, сапарға байланысты діни үкімдер өте көп. Қарайтын болсақ, намаз қысқартудан бастап, соның өзінде көптеген ерекшеліктер айтып жатамыз. Тағы да басқалай бұл жерде не деп айтамыз, сапардың түрлеріне байланысты да қойылған үкімдерді өте көп айтып жатады. Осыған байланысты қай үкімдерді қазіргі уақытта саралап, топшылап, мына үкімдерді халық білу міндетті деп айтар еді. Жалпы шынымен де сапарға байланысты үкімдер жеткілікті. Негізі біз бір шамасын ғана айтамыз, бірақ оның ар жағында жаңағыдай көп естімейтін мәселелер шыға береді сапарға. Бірақ негізгі жалпы мына нәрсені халық білу керек деген нәрсе, ең алдымен кім бізде сапар үкімі кімге жүреді, соны білу керек деп ойлаймын. Ең алдымен сапар бізде өзінің мысалы жергілікті жерінен, қаласынан немесе ауылынан өзінің тұрғылықты жерінен 90 километр. Яғни намазда. Намазға байланысты 90 километр шақырым. Немесе одан ұзақ болатын болса, бізде сапар үкімі жүреді. Бұл жер сапар үкімі жүрген кезде ең бірінші ерекшелік намаз қысқарады. Яғни бізде 4 ракаттық болған намаздар 2 ракатқа қысқарады. Бұл тек парыз намаздар. Парыз намаздар. Ал сүннет намаздарға қатысы жоқ. Парыз намаздар қысқарады. 5-ін екінті құптан намазындағы 4 ракат бізде 2 ракат болып қысқарады. Және де бұл Ханафи мазхабында бұл міндетті жеңілдік болып есептеледі. Міндетті жеңілдік. Яғни қаласам қысқартам, қаласам толық оқимын деген емес, негізі қысқартып оқу керек. Осыны бір күні бір кісі келді. Дәл осы міндетті жеңілдік деген сөзді естіген, оны пайдалану міндеттелесін дегендей. Рамазанда, ораза ұстап жүріп сапарға шығып кетсем, міндетті түрде ашуым керек па? Өйткені жаңағыдай маған міндеттелген дүние емес па дегендей қылып. Ол намазға байланысты құтқасын кейін. Ал кейбір кісілер сұрап жатады, енді таң намаз бізде белгілі, түсінікті. Онсыз да 2 ракат, ол нәрсе ешқандай өзгеріссіз қалады. Шам намазын қысқартамын деп сұрап жатады кісілер 2 ракат. Жоқ, шам намазы 3 ракат па, 3 ракат қалады. Тек 4 ракаттық намаздар ғана 2 ракатқа қысқарады. Яғни ең негізгі халықтың арасында көп туындайтын сұрақ осыда. Бұл жерде байқайтын нәрсеміз, кейбір кісілер сапарда мысалға
автобуста немесе пойызда, ұшақта, сапарда жүрген кезде жалпы намазын оқымай тастай салады, намаз оқымай салады. Өйткені мен сапардамын, маған жеңілдік бар деп. Бұл жердегі негізгі нәрсе бірінші жеңілдік деген сөзді дұрыс түсіну керек деп ойлаймын. Өйткені Алла тағала біз сапарда болғандықтан бізді намаздан босатқан жоқ. Намаз оқымай қойсаңдар болады деген жоқ. Бәлкім біздерге құлшылығымызды жеңілдетіп берді. Намазды жеңілдікпен оқытады. Намазды мүлдем оқымай тастай сал деген жоқ. Намазды тек жеңілдікпен оқытады. Негізгі жеңілдік тек осы жерде. Осы жерде. Енді сапарға байланысты тағы да бір ерекшеліктердің бірін айтсақ болады. Пайғамбар саллаллаху хадис келеді дейді, жаңағыдай 3 адам болсаңдар, біреуі міндетті түрде басшылықпен барыңдар деп. Яғни ортада бір адамды бір басшы қылып сайлап, соған байланысты қарап, кейбір уақыттарда жолдасыңды жаңа сапардан танисың деген сөзге байланысты ғой енді. Ол жердегі бағын ала ма, сабыры қалай, не болмаса бір адам жетекшілік жасамаса, ортадан түрліше ой, түрліше көзқарас, түрліше жаққа тарту деген секілді кейбір уақыттарда келісе алмай қалып жататындар бар. Оның да өзі бір жеңілдік іспеттес. Енді тағы бір діни салада жүрген соң екінші бір мәселе бар. Сапарда намаздарды қосып оқуға болады деген. Мысалы үшін жаңағыдай екінті намаз бен бесін намазын қосылуы, құптан намаз бен шам намазын қосып оқу секілді. Енді біздер оқуда жүрген кезде бір қарайтын едік, бұл қайдан шықты деп. Сол кезде жаңағы біздердің қай сапар дейтін болса, біз қажылықта ғана айтамыз. Жаңағыдай Арфаға барған кезде бесін мен екінтені қосып оқу, одан шығып келіп Муздалифаға барғанда құптан менен шам намазын қосып оқу деп. Біздің сапар сол жерде, Ханафи мазхабында. Осының көпшілігі түсіне алмай қалып жатады, әр жерде. Бірақ мазхабтар арасындағы жаңағы фиқх мұқаррин деп айтамыз ғой. Сол жерлерде келтірілетіні мазхабтар арасында бұндай түсініктер бар, фатуалар бар, жаңағы сапарға шығу деп. Тіптен кейбір мазхабтарда сапардың мақсаты белгілі болу керек дейді. Ол жердегі мақсат жаңағы сияқты бір жерден ұрлық жасау үшін сапарға шыққан адамда сапар, бір жерге жақсылық жасау үшін де сапарға шыққан адам сапарда ол есептелінеді ғой. Сол секілді жақсылыққа баратын сапарда ғана қосылуға болады дегендей осындай бір қызықтарын да айтып жатады. Алайда енді халықтың ең түсінбейтін мәселесі осы. Келген кезде мешітке кіріп жатады, енді көпшілігі мешітте оқиды ғой, себебі мұсылмандардың несінің негізгі ғибадат орны мешіт болған соң сапардан кетіп оқыған кезде көбіне мешіттен оқиды. Мешітке келеді, қараса біреу былай оқытады, қараса біреу оқытады, біреу екі рет жаңағыдай қаматын айтып, екі парыз намазын оқып жатады. Сол кезде көбіне жаңағыдай түсініспеушілік пайда болады. Алайда халықтың түсінбегеніне қарағанда халыққа түсінікті болатын дүниелер ашық екендігін түсіндіруіміз қажет секілді. Енді біз мемлекетімізде дәстүрлі бағыт деп саналған өзіміздің Ханафи мазхабын есепке аламыз ғой көбіне. Ал енді бізде жаңағы намаздарды қосып оқу бір үкім, ол тек қана қажылықтың уақытында ғана Арафат пен Муздалифа. Енді қажылық деген жақында ғана өтті ғой. Құрбан айтымызды жақында ғана өткіздік. Сол секілді дүниелер. Енді сапарға байланысты да көптеген хадистер де кездеседі. Тек қана жаңағыдай айтқанымыз аяттар емес, хадистерде осы үкімдерді айтады. Тіптен айтатын болсақ, аср намазына байланысты. Кешіктер оқимыз ба жоқ, әлде кешіктер оқимыз ба деген кезде сахабалардың арасында екіге бөлінеді ғой. Сендер жердің атын нақты есіне шығады. Менде есіме шығып тұр. Сол кезде айтады. Сол жерге бармайынша жалпы. Оқымаңдар дейді. Біреулер жолды тез барыңдар деген әрқайсының ижтихадына байланысты. Алайда соған байланысты кейде түсініспеушілік жағдайларда пайда болып жатады. Енді айтатын жол сапардың түрлеріне келіп тоқтайықшы. Сапарда жалпы неше түрлі нәрсеге шығуға болады. Негізі ғалымдарымыз көбіне осы нәрсені қарайды ғой. Сапарға жаңағы біздер оны бөліп қоямыз, активный және пассивный деп. Бірақ сауда-саттық деп жатады, білім сапар деп жатады. Ең енді қайырлысын біз білім сапар деп айта саламыз. Алайда сапарға шығудың өзінің бір мақсаты болуы қажет. Сіз сапарда қалай бөлер едіңіз, қайсысының артықшылығын алдына қояр едіңіз? Әлбетте мен жалпы сапардың бізде түрі көп, адамдардың әртүрлі мақсаттар болады сапар шыққан кезде. Ең алғашқы ала қоятын сапарым бұл білім мен жалпы құлшылық үшін сапарды ала қоятын едім. Өйткені әлбетте
кімге мысалы қажылық жасау міндет болатын болса, исламда исламның 5 парызы оған міндет, яғни оған мысалға басқа саяхаттауға қарағанда, оған сауда-саттыққа қарағанда ең алдымен оған осы қажылық сапары міндет болу керек. Одан кейінгі ілімге шыққан кезде, ілім алуға ниет еткен кезде, оған басқа нәрселерге көңіл аудармай негізі ілімге сапарлатқан абзал болады деп есептеймін. Әрине осы орайда шынымен бізде елімізде бір көтеріліп жүрген мәселелердің бірі, қаншама адамдар мысалы қанша айлап қажылыққа баруды армандайды, қасиетті Мекке Мәдина қаласында. Бірақ алайда барып, басқа да жалпы ниетпен, сауда-саттық ниетпен жүретіндер бар. Бұл нәрселерді қатты сөгеде алмаймыз, бірақ абзалы жалпы сол жерде жалпы ниетті дұрыстаған абзал деп ойлаймын. Өйткені қанша адам, сен қанша ай дайындалдың, қанша қаражат кетірдің, енді сен қабыл болған қажылық болу үшін ниет дұрыс болу керек деп ойлаймын. Өйткені құлшылық деп ниет етіп қойып, бірақ ниетің бұзылып, жалпы сауда-саттықпен айналысып жүрсең, бұл нәрсе жалпы негізгі мақсаттан ажырау деп есептеймін. Яғни біздер айтамыз, осы жерде тағы да бір сұрақтар туындайды енді сапарға байланысты. Хадистер мен аяттар енді өте көп қой. Бірақ солай екенде мүмкіншілігі жоқ кездерде де осы сапарға шығуды міндеттейтіндерге не айта аламыз? Сол үшін кейбіреуінің жаңағыдай енді ғибадатқа келетін болсақ біз қажылықты ғана айтамыз ғой, алайда кейбір жағдайларда қарызданып тағы да басқалай солай сапарлатып жататындар болады. Яғни осы сапарлатсаң бай боласың деген тағы да басқалай қаржылық не болмаса тағы да басқалай мәселелердің шешілуіне ықтималдығы жоғары деп. Осыған мүмкіншіліктің болу болмауына байланысты қандай шешім шығаруға болатын еді? Енді алайда көшті ғой, жаңа айтқаныңыздай шық дейді. Алады да біреу шығу керек екен деп бар тиынын тапқан жинап алдына артына қарамастан шығып кетіп жатады. Бұл жерде жақсы сұрақ. Ең бірінші Алла Тағаланың Құранында ашық айтылған деп есептеймін бұл нәрсені. Өйткені Алла Тағала Құранда айтты: «Уалиллахи аля-ннаси хаджул байти ман истата илайхи сабила». Қателеспесем, осындай мәтінмен келу керек. Қателеспесем, яғни адамдарға қажы жасау міндет Алла үшін. Кімнің жалпы ман истата илайхи сабила, оған жалпы жолға шамасы жеткен адам деді. Осы жерде ғалымдар әртүрлі категорияға бөліп түсіндіреді. Жолға шамасы жету деген не дегенде, ең бірінші жол бізде аман болу керек. Мысалы, бейбітшілік болу керек. Яғни сен границадан емін-еркін өте алуың керек. Басына, мал дүние ешқандай қауіп емессің. Мысалы, алдында осы жағдай бізде орын алды. Мысалға, саяси жағдайға байланысты, мысалға, Дубайда мысалы қазақтар бірнеше күн елге қайта алмай қалған жағдай болды. Жаңалықтан көргеніміздей. Осындай кезде оның қанша дүниесі жетіп тұрса да, жол аман болғасын біз оған міндеттей алмаймыз. Өйткені жол ашық болу керек. Екінші, адамның жалпы дүниесі қаражаты жету керек. Оны айтқанда тек қана баруға емес, отбасына да қалдыру керек. Отбасына жаңа қалдырып кету керек. Және оның жалдайтын жалпы көлігіне баруына айтқанда біз енді қазіргі заманда билетіне артығымен қалған жақсы деп ойлаймын. Өйткені сіздің жалпы сізге міндет болмаса да сөзіңіз айтқан тырысшыланып, тиынды тиынға жалғап жинап, бірақ мына жақта әйел бала шағаңыз аштан қалса, ол да бір зұлымдық деп ойлаймын. Өзіңіз мына жақта сау боламын деп кетіп, мына жақта күн алып қаласыз. Өйткені әйел бала шағаңыздың жалпы жағдайын реттеп кеткен жақсы деп ойлаймын. Ал егер оған шамаңыз келіп жатса, енді бисмилля, керемет нәрсе. Сол үшін бұл қажылық жасау үшін адамның жалпы жолға шамасы жету керек. Осы енді ол үшін жаңа айтқан жолдың аман болуы, ашық болуы, соғыстан, қауіп қатерден аман болуы. Бұрынғы уақыттары енді қарақшылар болған ғой жолда. Қазіргі кезде соғысты айтсақ болады. Одан кейін жалпы ақшасы жеткілікті болуы, қаражат жеткілікті болу керек. Отбасын да жаңағыдай қинап қоймайтындай. Одан кейінсі уже денсаулығы да болу керек. Осы нәрседе өте маңызды. Жалпы бұл нәрселер жалпы кітаптарында айтылып кетеді осы категория. Ал енді қазіргі ақпараттық заманның дамыған заманда адамдар эмоционалдық тұрғыда жолға шығу, тағы да басқалай іс-әрекеттері өте көп. Сол тұрғыда мысалы үшін жаңа қарашы,
біз сапарға шығуды жақсы көреміз, алайда бізге шама жету мәселесіне келген кезде көпшілігіміз эмоциямен қимылдаймыз. Әсіресе осыған үндейтін түрліше курстар бар, түрліше видеолар бар, тағы да басқалай. Сол мәселені көріп, эмоционалды түрде шығып кету қаншалықты дұрыс болады? Енді ол жаңағы тек қана қажылық емес, жалпы сапарлардың өзінде осындай дүниеге пайда болды қазіргі уақытта. Тіптен айтатын болсақ, жаңағыдай баяғыда қарыз деп айтқан еді, қазір кредиттік жүйемен есептелініп алу мәселесі. Осы қаншалықты тыюға болады, не болмаса оны тоқтату міндетті ма? Не болмаса ондай видеоларды өшіріп тастауға қажет па? Жалпы, мен байқағаным, қазір әлеуметтік желіде осы нәрселер көбінесе насихатталып жатады. Ал бұл жерде, әлбетте, егер де бұл жай ғана насихатпен ғана шектелсе, бұл жақсы нәрсе. Енді бізде айта алмаймыз, шынымен жағдайың сен жетпейді, қажылық жасамай қой деген нәрсені деп айтпаймыз. Өйткені, сол жағдайды жасап, сол жағдайың бірнеше жыл болса кетірсең де, соған дайындалып шықсаң, ол әдемі нәрсе. Ал дәл қазір мысалы қатты қомақты қаржы жоқ, жеткілікті. Бірақ оны кредитке алып жатады адамдар. Қарапайым қаржылық бай тұрсын, кіші қаржылық умра сапарына да адамдар кейбіреулер қарыз алып, қарызданып кредит алып жатады. Бұл нәрседе мысалға қаржылық енді парыз ғой, жақсы. Бірақ кімге бар, жаңа жолға шамасы жеткен адамға парыз да. Ал жолға шамасы жетпеген адамға ол қаржылық жасау парыз емес, одан түседі мүмкін. Ал умра ол түсінікті, біздің ханафи мазхабында ол сүннет амал есептеледі. Ал енді былай айтқан нәрсең, сүннет амал жасау немесе нәпіл амал жасау үшін оны қарыздан былай айтқанда кредит алып, сен харам нәрсемен орындап жатсың. Бұл нәрсе саған негізі міндет болмаған нәрсені өзіне міндет қылып адам алып жатады да. Алайда оның жасаған ғибадаты ғибадат болады, но жаңағыдай артында істеген амал үшін күнәсін алады. Енді бір мәселе бар еді осы жерде, ұстаздарымыз айтқан. Мысал үшін ортадан жиналды 12 адам, сөйтеді, әр айда бір адамды неге жіберіп отырайық деп келісті дейді. Сол кезде мысал үшін біреудің дүние мүлкі жоқ, біреудің дүние мүлкі бар. Сол кезде бірінші саған түсіп қалса, сенде оған тек сол жиналған қаржытпен барып келуге мүмкіншілік бар дейді. Сол кезде не істесем болады? Өйткені қалған қарыз ғой мойнымызда. Сол кезде марқұм Абсаттар ұстаз айтып еді, онда сен ең соңғы бар. Себебі, егер баратын болсаң, артында жаңағы олардың қарызын төлей алатындай дүние мүлкін қалып тұрса, егер сен сол жақта барсаң, түрліше жағдайларға барған кезде сенің сол қарыздарын өте алатындай дүние мүлкің болса, баруға болады. Ал егер бармаса, сен келісіп ең соңғы қал деп айтатындай. Сол секілді мүмкіндігінше қарызданбастан, не болмаса жаңағыдай түрліше рекламалардың арқасында өзіміз кетіп қалмастан, оны кішкене тыя тұрған дұрыс болады ма деп. Яғни сол сапардың өзі, енді біз тек қана умра мен қажылықты ғана айтып жатырмыз, алайда сапардың барлығында осы бір үкімдерді алғанымыз дұрыс болатын шығар деп. Сіз енді дін мамандысыз ғой, тағы да осы тақырыпқа байланысты алып қосарыңыз бар ма? Енді осы мәселеде байқағаным шынымен қазіргі кезде қажылық умра сапарын басқаратын бізде нелер бар ғой? Компаниялар бар, гидтер бар. Енді оларды не істей алмаймыз, енді ол да бір жаңа жарнаманың түрі. Бірақ осыны кейде артық кетіп, парыз болмаған нәрсені адамдарға айтқанда парыз қылу арқылы өздеріне айтқанда аудитория жинап, сол арқылы енді кәсіп жасап жатқан адамдар да баршылық. Былай айтқанда бұл да бір рекламаның, жарнаманың айтқан түрі ғой. Адамға манипуляция жасау арқылы. Сізге негізі мүлдем міндетті болмаған нәрсені жалпы сізді тартып ақшаңызды алу арқылы адамның психология бұл да. Адамның ішкі жаны күйзеліске түсіретін жағдайдың бірі. Сол үшін адам оны жағдайы болмаса да тыныштанып кәдімгідей қиналып кетуі мүмкін да. Мен баруым керек, мен қалайда баруым керек. Өйткені ол жаңағыдай эмоцияға түседі адам. Кейін ол қарызданып болса да барады. Мен бұл нәрсені өйткені өзім бармасам да менің группаласым болған. Есін айтпай қойын. Жалпы бірге оқыдық. Ол дәл осылай бірнеше доллар қарызға алған болатын. Жалпы бірнеше жарты ақшасын ба тауып берген. Бірнеше ұтып алған сияқты, қателеспесем. Сертификат.
қалғанның жартысын ол қарызданып барып қайтты. Бірақ умра жасады да, қаржылық емес бәрібір. Былай айтқанда умра сүннет амал. Және де созарған ететін экзаменнің кезінде, мысалы ауру кезінде сол уақытта көбінесе кетіп қалады да адамдар. Саған негізі білім алуға келдің, білімің саған міндетті, сол парыз. Жақсы маман болып үйренуің, бағдарламаны жақсылап үйренуің, ислам ілімдер саған парызды, ал умра жасау саған сүннет амал. Адамдарға да айтатынымыз сондай да, негізгі нәрсе, негізгі маңыздылықты жоғалтып алмау керек деп. Кейін жаңағы бауырым да біраз уақыт соны төлей алмай жаңағы қиналып жүрген. Қазір енді Аллаға шүкір төледі ғой. Жақсы. Бізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз, көрермендерімізге де айтамыз. Алдағы уақытта осындай подкасттарымыз көп болады деген ойдамыз. Біздерді де қолдап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.